Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп тіркелуді ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың тұздар тақырыбына арналған бөліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ. Натрий және азот, күкірт, фосфор қышқылдарының қалдықтарынан тұратын тұздардың формуласын жазыңдар. Натрий NO3. NO3 азот қышқылының қалдығы. Натрий 2SO4. SO4 күкірт қышқылының қалдығы. Натрий 3 PO4. PO4 фосфор қышқылының қалдығы. Екінші сұрақ. Химиялық формулалары берілген тұздарды атаңдар. Кальций хлориді, кальций хлор 2, мырыш нитраты, цинк NO3 2, мыс сульфаты, купрум SO4, күміс бромиді, аргентум бром, натрий силикаты, натрий 2, силициум O3. Калий сульфаты, калий 2, SO3, темір хлориді, феррум хлор 2, алюминий фосфаты, алюминий PO4, қорғасын сульфиді, плюмбум С. Үшінші сұрақ. Берілген тұздарды құрамына қарай ортақ, қышқылдық, негіздік тұз деп жіктеңдер және оларды атаңдар. Орта тұздарға аргентум NO3 жатады және де барий SO4, калий 3 PO4 жатады. Қышқылдық тұздарға натрий H, CO3, натрий 2, HPO4 және де калий HS жатады. Келесі, негіздік тұздарға магний OH хлор, алюминий OH хлор 2 жатады. Төртінші сұрақ. Бейтараптану реакцияларының өнімдерін жазып, химиялық реакция теңдеулерін теңестіріңдер. Натрий OH қосылған H хлор түзеді натрий хлор қосылған H2O. Алюминий OH3 қосылған H2SO4 түзеді алюминий 2SO4 қосылған H2O. Теңестіру үшін алюминий OH3-ке 2, H2SO4-ке 3, H2O-ға 6 қоямыз. Кальций OH2 қосылған HNO3 түзеді кальций NO3 2 қосылған H2O. Теңестіру үшін H2O-ға 2, HNO3-ке 2 қоямыз. Магний OH2 қосылған H3PO4 түзеді магний 3PO4 2 қосылған H2O. Теңестіру үшін H2O-ның алдына 6, H3PO4-тің алдына 2, магний OH2-дің алдына 3 қоямыз. Бесінші сұрақ. Нәтижесінде кальций SO4, алюминий NO3 3, купрум хлор 2, магний хлор 2, калий 2 CO4 тұздары түзілетін бейтараптану реакцияларының теңдеулерін құрастырыңдар. Кальций OH2 қосылған H2SO4 түзеді кальций SO4 қосылған H2O. Теңестіру үшін H2O-ның алдына 2 қоямыз. Алюминий OH3 қосылған HNO3 түзеді алюминий NO3 3 қосылған H2O. Теңестіру үшін H2O-ның алдына 3, HNO3-тің алдына 3 қоямыз. Купрум OH2 қосылған H хлор түзеді купрум хлор 2 қосылған H2O. Теңестіру үшін H2O-ның алдына 2, H хлордың алдына 2 қоямыз. Магний OH2 қосылған H хлор түзеді магний хлор 2 қосылған H2O. Теңестіру үшін H2O-ның алдына 2, H хлордың алдына 2 қоямыз. Калий OH қосылған H2CO3. Нәтижесінде калий 2CO3 қосылған H2O түзіледі. Теңестіру үшін H2O-ның алдына 2, калий OH-ның алдына 2 қоямыз. Алтыншы сұрақ. Металдар мен қышқылдарды әрекеттестіріп, айтылған тұздарды алу реакция теңдеулерін жазыңдар, түзілген тұздарды атаңдар. Феррум қосылған H хлор түзеді феррум хлор 2 қосылған H2. Теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз. Магний қосылған H хлор түзеді магний хлор 2 қосылған H2. Теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз. Цинк қосылған H2SO4 түзеді цинк SO4 қосылған H2. Калий қосылған H2S түзеді калий 2S қосылған H2.
Теңестіру үшін калийдің алдына 2 қоямыз. Бірінші есеп. Алюминий бромидін алу үшін массасы 2,7 грамм алюминий мен бромды әрекеттестірді. Түзілген тұздың массасын есептеңдер. Ең алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз. Алюминий қосылған бром 2 түзеді алюминий бром 3. Теңестіру үшін алюминий бром 3-дің алдына 2, бромның алдына 3, алюминийге 2 қоямыз. Есептің берілгенде алюминийдің массасы бар, ол 2,7 граммға тең. Ал алюминийдің молярлы массасы 54 граммға тең. Алюминий бром 3-тің молярлы массасы 534-ке тең, бізге оның массасын табу қажет. X-ті табу үшін 2,7-ні 534-ке көбейтіп, 54-ке бөлеміз. Нәтижесінде 26,7 грамм шығады. Есептің жауабы. Алюминий бромидінің массасы 26,7 граммға тең. Екінші есеп. Массасы 11,2 грамм калий гидроксидін бейтараптауға қажетті азот қышқылының массасын және реакция нәтижесінде түзілген тұздың массасын есептеңдер. Ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. Калий OH қосылған HNO3 түзеді калий NO3 қосылған H2O. Бізде есептің берілгенінде калий OH 11,2 граммға тең. Молярлы массасы 56 граммға тең. HNO3 бізде X грамм, калий NO3 Y грамм болып жазылады. HNO3-тің молярлы массасы 63 грамм, ал калий NO3-тің молярлы массасы 101 грамм. Осы жерден X-ті табуға болады. Ол үшін 11,2-ні 63-ке көбейтіп 56-ға бөлеміз. Нәтижесінде 12,6 грамм шығады. Енді Y-ті табатын болсақ, Y тең болады 11,2 көбейтілген 101 бөлінген 56. Нәтижесінде бізде 20,2 грамм шығады. Есептің жауабы. HNO3-тің массасы 12,6 граммға тең, ал калий NO3-тің массасы 20,2 граммға тең. Үшінші есеп. Массасы 18,5 грамм кальций гидроксидін толық бейтараптау үшін қажетті 25%-ық азот қышқылы ерітіндісінің массасын және түзілетін тұздың массасын есептеңдер. Алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз. Кальций OH2 қосылған HNO3 түзеді кальций NO3 қосылған H2O. Теңестіру үшін H2-ның алдына 2, HNO3-тің алдына 2 қоямыз. Есептің берілгенде кальций гидроксидінің массасы 18,5 граммға тең, ал оның молярлы массасы 74 граммға тең. Біз HNO3-ті X грамм, кальций NO3-ті Y грамм деп жазып аламыз. HNO3-тің молярлы массасы 126 граммға тең, ал кальций NO3-2-ның молярлы массасы 164 граммға тең. Осы жерден X-ті тауып алуымызға болады. X тең болады 18,5 көбейтілген 126 бөлінген 74. Нәтижесінде бізде 31,5 грамм шығады. Бұл HNO3-тің массасы. Алайда бізде 25%-ық HNO3 деп берілген. Сондықтан HNO3-тің массасын табу үшін 31,5-ті 100%-ға көбейтіп 25%-ға бөлеміз. Нәтижесінде 126 грамм шығады. Y-ті тапсақ болады. Y тең болады 18,5 көбейтілген 164 бөлінген 74 грамм. Нәтижесінде бізде 41 грамм шығады. Есептің жауабы. HNO3-тің массасы бізде 126 граммға тең, ал кальций NO3-2-ның массасы 41 граммға тең.